Абай атындағы республикалық мамандандырылған, дарынды балаларға арналған қазақ тілі мен әдебиетін тереңдете оқытатын орта мектеп-интернат. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы туған тіліміз бен әдебиетіміздің қадірін балаларға мектеп жасынан сіңірту, Абай атындағы республикалық мамандандырылған, дарынды балаларға арналған қазақ тілі мен әдебиетін тереңдете оқытатын орта мектепке айрықша көңіл бөліп, келешекте Абай мектебі желісін қалыптастыру туралы тапсырма берді. Осы мақсатта Абай атындағы республикалық мектеп-интернаттың мүмкіндігін толық пайдаланған жөн екенін атап айтты. Абай мектептерінің моделі жаңадан негіз қаланып жатқан желілік Абай мектептерінің моделі толық адам іліміне негізделеді. Абай мектептерінің миссиясы ұлттық құндылықтарды бойына сіңірген, қазақ тілі мен әдебиетін тереңдете оқитын, функционалды, сауатты және ұлт жанды жеке тұлғаны тәрбиелеу, қоғам өмірінің инновациялық, мәдени және интеллектуалды орталы болатын ұлттық мектеп моделін құру. Абай мектептерінің міндеттері: ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүрек идеясының негізінде тәрбиенің ізгілік парадигмасын ұстану. Білім стандартын кеңейтілген түрде оқыту арқылы бәсекеге қабілетті тұлға қалыптастыру, қазақ тілі мен әдебиетін тереңдете оқытып, гуманитарлық бағыттағы пәндерге басымдық беру. Қазақ тілі мен әдебиетіне қабілетті, дарынды балаларды іздестіру және конкурстық негізде қабылдау. Шығармашыл педагог білімін үздіксіз жетілдіру. Абай атындағы республикалық мектеп-интернат желілік Абай мектептеріне ресурстық орталық болады. Желілік Абай мектептеріне оқу жоспарын жүзеге асырып, Абай мектептерінің тұжырымдамасын ғалымдармен бірлесе жасалынып бекітілген қазақ тілі, қазақ әдебиеті, Абай тану пәндерінің оқу бағдарламаларын тарату, аталған бағдарламалар негізінде оқулықтар, хрестоматия және мұғалім кітабын, дидактикалық материалдар жинағын дайындау жоспарланып, алғашқы қадамдар басталды. Оқушылардың шығармашылық дарынын ашып, гуманитарлық білімін тереңдету мақсатында бейіндік пәндердің бағдарламасы жоғары оқу орындар ғалымдармен бірге әзірленіп бекітілді. Желілік Абай мектептерінде басым назар аударатын бағыттардың бірі ұлттық болмыс пен ұлттық құндылықтарды сақтауды мақсат еткен тәрбие жұмысы. Абай мектебінің оқушылары әр таңын Абай ізімен таңғы жиынында халық ауыз әдебиетінің, классик ақын жазушылардың Абай мұраларын жатқа айтып ән шырқаудан бастайды. Сабақтың басталғаны және үзіліс уақыты күй арқылы хабарланып, үлкен үзілістерде мектеп радиосы арқылы оқушылар Абай әндерімен қара сөздерін тыңдап санасына сіңіреді. 90-на бір рет Абай үні журналы шығарылады. Сабақтан тыс уақытта тағылым жобасының аясында ақын жазушылар, айтыскерлер, журналистер, ғалымдардың жүргізуімен танымдық сабақтар өткізіледі. Оқушылар оқу бағдарламасынан тыс 100 кітап акциясы аясында бір жылда 100 кітап оқып, нәтижесін оқырмандар клубында талдайды. Оқушылардың патриоттық сезімдерін қалыптастырып, туған елін, жерін қадірлеуді үйретуге бағытталған туған жерге тағзым жобасы жүзеге асырылады. Ұлттық тәрбиені оқушылардың бойына сіңіру мақсатында ел тұтқа ұлдар ұйымы, инабат қыздар ұйымы жұмыс жасайды. Сонымен қатар оқушылардың шығармашылық дарынын шыңдауға бағытталған сәндік қолтаңбалы өнер, гобелен, алашат, кілем тоқу, кестету, тағы басқа, домбыра, әр сыныпта бір ансамбль, вокал, Абай әндерін, халық әндерін үйрету, айтыс, ділмәр, шешен сөйлеуге үйрету үйірмелері жұмыс жасайды. Мектеп оқушы ата-ана үшті одақ жұмысын жандандыру және нығайту мақсатында шаңырақ жобасы жүзеге асырылады. Мысалы, бақытты жанұя сайысы, қызым саған айтам, аналар кеңесі, әкеге қарап ұл өсер, әкелер кеңесі жұмыс жасайтын болады.
Осы бағытта жұмыс атқаратын абай мектептері алдағы 5 жылда бұдан да жоғары қарыштап дами бермек. Яғни 2025 жылға дейін Қазақстанның әр облысынан ашылған мектеп желілері аудан орталықтарында да мән беріп, әр облысқа қарайтын аудандардан да абай мектептерін ашады. Демек, 14 облыстағы абай мектептері 2025 жылға дейін әр ауданынан ашылған мектептер есебінен жалпы саны 140-қа жететін болады. 2025 жылы Қазақстанның барлық аймағынан ашылып, қанатын кең жайған абай мектептері Қазақияның алтын кенішіне айналмақ. Қорыта айтқанда, желілік абай мектептері ұлттық болмысты сақтай білетін заманауи ұлттық мектеп модель болып қалыптаспақ. Тұтастай алғанда абай мектептері, абай құбылысы елімізді жаңа да жасампаз биікке бастай бермек.